жүзімнің пайда болуы туралы аңыз. Кеменің ішіне айламен кірген шайтан тыныш жүрместен әр затқа тиісіп, әркімді азғырумен болыпты. Құдай менің кемеге мінуіме қарсы болды. Сонда да айламды асырып, топан судан аман қалды. Енді өзіме тиісті үлесті сенің пенделеріңнен алармын. Оларды қолымнан келгенше жолдан шығарып, түрлі ой салармын. Оларға Алланың айтқан өзгертуге әмір етермін деп, екі затты түйістіріп, екі тіршілік иесінің арасына от шағып, бәле шақырумен болыпты. Сондай күндердің бірінде шайтан малғұн жүзімнің ұрығын ұрлап алады. Бір күні Нұх алейхиссалам пайғамбар кемеде не бар, не жоғын тексеріп қараса, жүзімнің дәні жоқ екен. Жан-жануарлардың бәрінен сұрайды. Кемедегілер қанша іздегенімен оны еш жерден таба алмапты. Барлық хайуанаттардан сұрастырды. Көрмедік дейді. Іздемеген жері қалмайды, табылмайды. Bir кезде шайтанға көзі түсіп: "Малғұн, дәуде болса ұрлаған сен шығарсың. Жүзімнің ұрығын тауып бер", дейді Нұх алейхиссалам. "Иә, мен", дейді шайтан. "Шарт қоямын. Соны орындасаң берем." "Орындаймын. Ертең су тартылып, жер құрғаған соң бұл жүзімнің дәнін егесін. Сол кезде маған 3 рет суғаруға рұқсат ет." "Осыған рұқсат етсең, тауып берейін", дейді шайтан малғұн. Жүзім ұрығының алман қалып, топан судан кейінгі тіршілікте қайта өсуін қалаған Нұх алейхиссалам шайтанның сөзін қабыл етеді. Шайтан жүзімнің ұрығын тауып береді. Жер құрғайды, жүзім егілетін күн туады. Алдымен өзі пештегі бұлақтардың суынан алып 2 рет суғарады. Кезекті шайтанға береді. Ол алдымен түлкінің кіші дәретін алады да өз дәретімен араластырады. Содан соң жүзімді суғарады. Екінші рет иттің кіші дәретімен өз дәретін араластырып суғарады. Үшіншіде шошқаның дәретін пайдаланады. Нұх алейхиссалам пайғамбар пештегі бұлақтың суымен суғарғандықтан жүзімнің суы тәтті болады. Кептірсе, мейізі де қантта дейді. Шайтанның берген суынан арақ пайда болып, оны кім ішсе де түлкі болып, өмірінде көрмеген кісімен дос болып ауыз жаласады. Көңіл күйі көтеріліп, әркімге бір зат сыйлайды. Мөлшерінен асса итке ұқсайды, ырылдасады, таласады, төбелеседі. Одан да масырақ болса доңыз жүректі болып, еш нәрседен қорықпайды. Есінен тана ішсе шошқаға ұқсайды, батпаққа, лас жерге аунайды. Бұл шайтан берген сулардың нәтижесі екен. Тіршілікте зияннан басқа жақсы қасиеті жоқ. Шайтан малғұнның бұл тірлігіне амалсыз көніп айтқанын істеуге мәжбүр болады. Шайтанның жүзімге су беруінің астарын түсініп, болашақ ұрпақты аздырушылықтың белгісі жатқанын сезген Нұх алейхиссалам 3 баласын шақырып: "Шайтанның ісі жақсылықтың ісі емес. Шайтан адамды аздырады. Аздырғанда ол мен шайтанмын деп келмейді, адам қалпында келіп аздырады. Аздырып отырған адамның шайтан екенін, жоқ әлде пайғамбар екенін білмей қалып жүрмеңдер. Шайтанды Аллах қарғады. Сондықтан шайтанға кемеге кіруге рұқсат етілмеген еді, бірақ айламен кірді. Енді сендер содан сақ болыңдар. Кім Алланы дос көрмей, шайтанды дос көрсе, ол адам залал тартады. Сендердің келер ұрпақтарыңды аздыру үшін мына жүзімді 3 рет суғарды. Содан сақ болыңдар", деп аманат етіпті де жүзімге 2 рет су беріпті. Оның бірі пештегі Ранжбебил бұлағынан алынған екен. Одан шырын пайда болады. Екіншісі Салсабил бұлағының су екен. Одан мейіз пайда болады. Бұл нәрселер Нұх алейхиссаламның қасиетінен пайда болып, кейінгі ұрпағына мұра болыпты. Бұлар қай үйде болса, сол үйде періштелер жүреді деген сөз Нұх алейхиссаламның қасиетіне байланысты айтылып, шайтан азғырушы, Әзәзіл деген сөз содан қалыпты.